Сәлеметсіздер ме, жас достар? Қашықтықтан ұйымдастырылған сабағымызға қош келдіңіздер. Назарларыңызға 5 сыныптың қазақ әдебиеті сабағын ұсынамын. Сабағымыздың тақырыбы «Менің атым Қожа» хикаяты, Қожа бейнесі. Сабақтың мақсаты, яғни сіздердің меңгеретіндеріңіз. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Ал балалар, енді сіздерге сұрақ. Хикаят неге «Менің атым Қожа» деп аталды? Шығармаға қандай атау берер едіңдер? Шығармадағы қожаның прототипі кім? Қожа, Жантас, Жанар сияқты балалар шынайы өмірде кездесе ме? Жақсы балалар. Енді бүгінгі сабағымыздың негізгі тақырыбына сай үзінді көрейік. Ал енді сақтан. Ұта бастаймын. Ұтпасаң қайтесің? Онда дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі болайын. Дүниедегі нағыз мақтаншақтың өзі боласың. Мүмкін болмаспын. Боласың. Бола қоймаспын. Міне қарашы, ұтылдым. Мен ұтылдым ба? Ұтылдым. Ұтылған сенсің. Ұтылдым. Ойынды бұзғаның ұтылғаның. Ұтылдым. Мақтаншақ Қожа. Долбының халықаралық ережесі бойынша. Мақтаншақ Қожа. Мақтаншақ Қожа. Өзің мақтаншақсың. Жексұрын. Шық біздің үйден. Жарайды, кетер. Шық деймін. Бәрібір сенікі дұрыс емес. Кет. Енді қайтып келуші болма біздің үйге. Ал жарайды, біз кеттік. Сау бол. Мен саған Қожа көптен бері айтайын деп жүрем. Той ойнағанда қателік менен болды. Жоқ, мен ғой ұтылған. Бұдан былай дойбы ойнамайықшы. Жарайды. Ал балалар, үзіндіде оқушылардың бойынан балалық жарасымды ойнақы мінезбен ақылға тұнған достық пейілдер қоса байқалады. Қожа дөрекі болып көрінгенімен, кейін Жанардың қасында қалай жайдара жүзбен тұр? Оған не әсер етті деп ойлайсыңдар? Жанардың батылдыққа барып, кешірім сұрауының мәні неде? Кейіпкерлердің бойында біз алатын қандай артықшылық қасиеттерді байқадыңдар? Осы бойынша тапсырма орындайық. Торлы диаграмма әдісі бойынша кесте толтырамыз. Кейіпкерлер деген тұсқа Қожа мен Жанар аласыздар. Яғни кейіпкерлерді таңдағаннан кейін олардың сырт келбетін суреттейсіздер, мінезіндегі ерекшеліктерді даралайсыңдар, армандарын анықтайсыңдар. Жақсы балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Қожа, сондай бақа салып қойған. Қожа, тәжірибе жұмысына бармаған тағы да Қожа. Сұлтан Шопанның баласын алдағанда Қожа қайда болды? Қарабөже, жүзді берге. Үш мушкетер. Ондай кітап менде жоқ. Жантас. Ой, Бұдан бұлай өйтпе. Кешірім іздеші. есің дұрыс па? Бір қарымайды, бір құмалақ шіртеді. Бізді шіртеп жүрген Қожа. Педсоветке келді. Онда не шаруам бар еді? Ал балалар, енді теріп алу стратегиясы әдісі бойынша тапсырма орындайық. Яғни сіздерге сөздер берілген. Осы сөздерді таңдау арқылы кейіпкерлерге сипаттама бересіздер. Берілген сөздер: алғыр, пысық, өтірікші, сотқар, тентек, мейірімді, қу, зымиян, жағымпаз, тиянақсыз, әділетті, әзілқой, тапқыр, арамза, шыдамсыз, қателіктерін түсіне біледі. Ал енді осы айтылған мінездер
кімге тән екен? Жауаптарыңызды сәйкестендіріп көрейік. Өте жақсы балалар. Сіздердің жауаптарыңыз менің берген жауабыма сәйкес деп ойлаймын. Ал балалар, біз бүгінгі шығармамызда шығарманың мазмұнын еске түсірдік. Шығарма кейіпкерлеріне сипаттама жасадық. Шығарма кейіпкерлерін шынайы өмірмен салыстырып, баға бердік. Енді бүгінгі сабағымызды аяқтау үшін БББ кестесі бойынша сабақтан алған әсерлеріңізді жазыңыздар. Яғни бүгінгі сабақта сіздер не білдіңіздер? Осы сабаққа дейін сіздерде қандай ақпарат болды? Яғни нені білетін едіңіздер? Болашақта сабақтарымызда қандай ақпарат алғыларыңыз келеді? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.